Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бағдар шам, светофор. Балалар, жаңа сабақтың тапсырмаларын орындамас бұрын түстерді еске түсірейік. Қане қайталаймыз. Қызыл, жасыл, сары, көк, ақ, қара. Жарайсыңдар, тағы да бір рет қайталап, еске түсіріңдер. Бірінші тапсырма. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Мынау бағдар шам. Это светофор. Қане қайталаңдар. Мынау бағдар шам. Балалар, суретке қараңдаршы. Бағдар шамда қанша түс бар? Және олар қандай түстер? Жарайсыңдар, бағдар шамда 3 түс болады. Олар қызыл, сары, жасыл. Сендер білесіңдер ме, бағдар шамның 3 түсі 3 түрлі мағынаны білдіреді. Бағдар шамның қызыл түсі жанғанда жолдан өтуге болмайды. Ол тоқта деген белгі. Ал бағдар шамның сары түсі жанғанда жүруге дайындалу керек. Ол дайындал деген белгі. Ал бағдар шамның жасыл түсі жанғанда жолдан өтуге болады. Ол жүр деген белгі. Қане енді өзің айтшы, қай түс қандай мағынаны білдіреді? Ал енді балалар, мына түстерді маған атап беріңдер. Қызыл, сары. Қане ары қарай өзің атап көр. Түстерді атап, видеоға түсіріп, маған жолдауды ұмытпа. Балақай, сен бағдар шамның суретін сала аласың ба? Қане олай болса, бағдар шамның суретін салып көрші. Және мына суреттерде қандай түстер жетіспей тұрғанын атап беріңдер. Мысалы, бірінші суретте қызыл түс бар. Ол жерге сары түс пен жасыл түс жетіспей тұр. Ал екінші суретке қандай түстер жетіспей тұр? Және үшінші суретте қандай түстер жетіспей тұрғанын ата. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабаққа белсенді қатыстыңдар. Жарайсыңдар. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.